Сәлеметсіздер ме? Биыл 175 жыл толып отырған қазағымыздың бас ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселермен оздым демектің бәрі ақымақтық деген сөзін басшылыққа ала отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ой қозғау мақсатында сіздердің назарларыңызға мынандай суреттерді ұсынамын. Осы суреттерге қарағанда қандай ой туды? Театр, мәдениет деген сөздердің мағынасын қалай түсінесіздер? Неліктен әрбір мемлекет нарық заманына қарамастан театр өнері мен мәдениетіне аса көңіл бөледі? Қазақстандағы мәдениет пен өнерді қолдау мақсатында қандай жобалар жүзеге асуда? Қазіргі жастар телеарналар мен театрларда қандай қойылымдар болып жатқандығына қызыға ма? Міне осы сауалдарға жауап беру барысында өмірмен байланыстыру сіздерден сұралады. Қазақ тілінен 4-ші тоқсанда 8-ші бөлімді бастаймыз. 8-ші бөлімнің лексикалық тақырыбы театр өнері мен мәдениеті, грамматикалық тақырыбы синтаксис, жай сөйлемнің түрлері деп аталады. Осы 8-ші бөлімнің аясындағы сабақтың тақырыбы қазақтың кәсіби театр өнері деп аталады. Сабақтың мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалогтағы автор көзқарасы мен экспрессивті, эмоционалды сөздердің рөлін талдаймыз. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мәтіндегі автор көзқарасын анықтай алғанымыз үшін, экспрессивті, эмоционалды сөздердің маңызын, рөлін талдай алғанымыз үшін осы бағалау критерийлері арқылы бағаланатын боласыздар. Тыңдалым алдында балмұздақтай тәтті сұрақтар қойғым келеді. Елімізде қандай театрлар бар? Қазақ кәсіби театры қашан құрылды? Қандай танымал театр әртістерін білесіздер? Міне осы сұрақтарға жауап беру барысында мен сіздердің назарларыңызға тыңдалым мәтіні ұсынамын. Тыңдалым мәтінін мұқият назар салып тыңдаңыздар. Кезінде Шәкен Айманов осы 25 әнін нақышына келтіре орындаса, бүгін оны көрерменге қайталанбас сопрано даусымен жүрекке жеткізген Бибігүл Ахметқызы. Сәбит ағаның бенефисінде орындап шықты. Сәбит Оразбаев ағамыздың өзі де осы әннің төресін жанындай жақсы көреді екен. Ол үнемі домбырамен сырласып, шерін әнмен шығара білетін жан. Өз алдына өнерпаз інісінің кітабына құтты болсын айта келген қазақтың бұлбұлы Бибігүл апамызда жүрегі жарды тілегін аямады. Біздің мәдениет саласында әртістердің, бишілердің, әншілердің арасында ең білімді, ең ақылды, ең оқығыш, ең ойлағыш, ең терең ойлағыш, философиялық ойларды шығаратын әртістер біздің тек драма әртістері. Қазаққа театр өнері о бастан таңсық болмаған. 20 ғасырдың басында заманымыздың заңғары Мұхтар Әуезов далалық көшпенді театрларды құрып, жер-жерден таланттарды іздеп тапты. Алғашқы қарлығаштары Серке, Қалибек, Қанабектердің көзін көріп батасын алған Сәбит Оразбаев сол дәстүрді сақтаған көнегөз. Ғасырлық тарих ұрпақтарға жалғасса дейді. Өмірдің өзі театры болғаннан кейін өмірдегі болған нәрсе сахнада болады, сахнадағы болған нәрсе өмірге ұқсас болса жақсы болады. Ал өмірден ойлан, кішкене жалғандау болатын болса жаман болады. Сәбит актер, Сәбит өнерпаз, қазақ сахнасының саңлағы. Ол сомдаған рөлдер бір төбе, домбырашылық, әншілігі бір төбе. Сәбит екеуміздің шашымыз, сақалымыз ертерек ағарып кеткені, сол сіздермен жиі жүздесіп, ләззат алып,
халықтың шапалағынан бөлеліп рахаттанамыз. Сенің жарқын бейнеңе жетеді. Әртістік әншілік өнері жазушылыққа бастап, есте қалғандарын елге жеткізуді көздеген ойдан туған бүгінгі кітап театр тарихын зерттеу үшін таптырмас құралға айналар сөзсіз. Кітап суреттер мен қызықты деректер арқылы сыр шертеді. Көп рахмет. Бұл әртүрлі сұрақтар қойылып отыр. Мен даже бұндай кітап болады деп, біз 3-4 нөмірден кейін қойғанымыз ғой деп едік. Газетке шыққаннан кейін сұрақтар көбейді, телефон соғу көбейді. Сүртібаевтың театрға кіруі өте қиын болған екен ғой, сіз соны жазыпсыз. Осының өзі бізге бір қызық болып отыр. Өмірдің өзі театр, эсселер, естеліктер ой толғамдарға құрылған, тілі орамды, кез келген оқырман тұшынып оқи алатын дүние. Самат Нұрланбекұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы. Сіздердің назарларыңызға ұсынылған тыңдалым мәтіні бойынша берілетін тапсырма жеке жұмыс еркін микрофон әдісі арқылы жүзеге асыратын боласыздар. Халық әртісі Сәбит Оразбаевтың бейнефисінен алынған бейне үзіндіден автор көзқарасын анықтап, пікірін талдайтын боласыздар. Автор көзқарасын анықтап, пікірін талдау барысында жеке жұмысты мынандай сұрақтар арқылы анықтап, автор көзқарасын, пікірін талдайсыздар. Бибігүл Ахметқызы драма әртістеріне қандай баға берді? Асанәлі Әшімов өз замандасы туралы қандай ой айтты? Сәбит Оразбаев қазақ кәсіби театр саңлақтарының ішінен кімдердің батасын алған? Автор неліктен өмірдің өзі театр дейді? Сәбит аға неге театр тарландары жайлы толғаныстарын, естеліктерін кітап етіп шығарды? Міне осы тапсырмаларды, бірінші тапсырманы орындау барысында сіздерге көмек болатын Казнеп.kz, Массагет.kz сайттарынан және білім және мәдениет телеарнасындағы өмір, театр, кино бағдарламасынан Сәбит Оразбаев жайлы толық ақпаратты көре аласыздар. Енді сіздерге ұсынылатын тыңдалым тапсырмасының екінші тапсырмасы жұппен жұмыс. Оны Zoom-ның чат жүйесінде жүзеге асырасыздар. Ортада қаламсап әдісі арқылы сіздерде екінші тапсырма тұжырымдамалық кестені толтырасыздар. Шеңбердің ортасына Сәбит Оразбаевтың өмірдің өзі театр жинағынан алынған үзіндіден экспрессивті эмоционалды сөздерді шеңбердің ортасына жазасыздар, ал ұяшықтарға сол сөздердің ролін ашып жазатын боласыздар. Міне сіздерге ұсынылатын келесі тапсырма бұл борт жүйесі арқылы беріледі. Оны сіздер топпен емес, жұппен орындауларыңыз қажет екендігін тағы бір рет естеріңізге салып өтемін. Екінші тапсырма. Бұны сіздерге чат арқылы орындап, Zoom-ның чатына жазып, орындап жіберетін боласыздар. Ол үшін сіздерге өмірдің өзі театр кітабынан алынған үзіндіні ұсынамын. Міне осы мәтін бойынша жұмыс жасап, чатта жұппен орындап, маған қайтадан көрсететін боласыздар. Сонымен бүгінгі сабақта сіздер мәтіндегі автор көзқарасын сұрақтарға жауап беру арқылы анықтадыңыздар, автор пікірін талдадыңыздар, экспрессивті эмоционалды сөздерді анықтай алдыңыздар, экспрессивті эмоционалды сөздердің ролін талдадыңыздар. Міне осындай бағалау критерийлері арқылы өзін-өзін бағалау, жұптық бағалау, жүректен жүрекке бағалау әдістері арқылы сіздер жұмысты жүзеге асырдыңыздар деп ойлаймыз, асырасыздар деп ойлаймыз. Кері байланысты бағалаушы сұхбат арқылы береміз. Оқуға қатысты сұрақтар: бүгінгі сабақта қандай жұмыс түрі ұнады, неліктен? Бүгінгі сабақты түсінуге не ықпал етті? Сіздің оқып үйренуіңізге қай әдіс қаншалықты көмектесті, я болмаса кедергі келтірді?
окууга катысты сурактарыңыз болса, багалооч сухбат аркылуу кері байланысып бересиздер. Бүгүнкү такырыпта эмнени билдиңиздер? Такырыпка катысты кандай сурактарыңыз бар? Эмнени билгиңиз келет? Бүгүнкү сабактан алган билимиңизди өмүрдө калай пайдаланасыз? Келесі сіздерде үйгө тапсырма бериледі. Үйгө тапсырманы күнделік KZ сайтына орналастырамыз. Оны окулум және тыңдалуу материалдары боюнча өздеріңіз бүгүнкү тыңдаган материал боюнча, тыңдалуу материалы мәтіні боюнча және окулум мәтіні боюнча баяндау желісін сактап, жыйнакы мәтін курастырып жазасыздар, яғни аннотация курастырып жазып келетін боласыздар. Сонымен бүгүнкү сабагыбыз аякталды. Сау саламатта болуңуздар.